Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Отыра қойыңдар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Сабаққа дайындығыңыз ше? Жақсы. Бүгінгі сабағымыз көтеріңкі көңіл күйде, жақсы ниетте білім алу мақсатында ең бірінші біз бой сергіту жаттығуларын жасап алайық. Тұра қойыңдар балалар. Күліп тұрамыз, иә? Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Балалар, сабағымыздың бірінші әдісі сұрақтар жаңбыры. Қазір мен сендерге мына сұрақтар жазылған қағаз қиындыларды лақтырам, ал сендер осыны ашып оқып, ішіндегі сұрақтарға ойланып жауап беруге тырысайық. Жақсы. Алай. Енді оқиық. Bir сәт ойланып, осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Жақсы, кім дайын? Болашақта кім болуды армандайсыз? Жақсы, Ақеркенің сұрағы болашақта кім болуды армандайсыз деген сұрақ екен, иә? Мен болашақта ұстаз болуды армандаймын. Жақсы, отыра ғой. Келесі азамат. Ертегі оқығанды ұнатасыз ба, әлде көргенді ме? Мен өзім ертегі оқығанды ұнатамын. Қандай кітаптар оқыдың? Мен Абай жолы кітабын, және де Мұқағали Мақатаевтың кітаптарын оқыдым. Жақсы, бұл ертегі кітаптар емес, бұл біздің классиктеріміздің кітабы, иә? Жақсы, ертегі кітаптар біз көбіне өзіміздің сабақтарымызда оқып жүрміз. Жақсы, ал Айзере? Армандар орындалу үшін не істеу керек? Менің арманым орындалу үшін мен тырысуым керек, көп еңбектенуім керек. Көп еңбектенуім керек. Жақсы, өте жақсы. Қанағат? Жусан Иса әңгімесінің авторы кім? Жусан Иса әңгімесінің авторы Сайын Мұратбеков. Жақсы. Ахмет? Болашақта кім болуды армандайсыз? Мен болашақта математика пәнінің мұғалімі болғым келеді. Балалар, сонымен сабағымыздың басын сұрақтар жаңбыры әдісі арқылы болашаққа меңзеу жасап, өткен сабақты еске түсіріп алдық. Енді бізде қара жәшіктегі құпия зат бар екен. Мына қара жәшігіміздің ішінде болашақ армандарының орындалуына әсер ететін, өмірдегі көптеген қиындықтарға төтеп бере алатын, ешкімнен ақы сұрамайтын бір керемет ғажайып зат бар. Сол зат не деп ойлайсыңдар? Ахмет айта ғой. Бұна қара жәшіктің ішінде не бар деп ойлайсың? Бұна қара жәшіктің ішінде калькулятор болуы мүмкін. Калькулятор болуы мүмкін дейді. Өйткені Ахмет біздің математика мұғалімі болғысы кеп армандайды екен, өзіне қатысты затын айтып тұр. Жоқ, бұның ішінде калькулятор жоқ. Жақсы, тағы. Бүкіл өмірдің нәрі, барлық құпияның, барлық заттың құпиясын білетін зат бар осының ішінде. Ең қажетті. Мүмкін бұның ішінде нан бар шығар. Нан бар шығар дейді. Болашақ кәсіпкеріміз мына қара жәшіктің ішіне нан бар дейді екен. Жақсы, жоқ, нан жоқ оның ішінде. Тағы да. Ал азамат. Оған мүмкін бұның ішінде ертегі кітабы бар шығар. Білмеймін, отыра ғой. Қанағат, сен қалай деп ойлайсың? Мен ойынша бұл қара жәшіктің ішінде смартфон бар деп ойлаймын. Неге смартфон бар деп ойлайсың? Өйткені онымен бәрін көруге болады. Бәрін білуге болады дейсің, е? Жақсы, отыра ғой. Әрине, смартфон бүгінгі таңда барлық сұрақтың жауабын бере алады. Бірақ ол мына қара жәшіктің ішінде жатқан затқа ол тең келмейді. Ал Ақерке, сен не деп ойлайсың? Мүмкін бұның ішінде кітап бар шығар. Дұрыс айтады Ақерке, отыра ғой. Сонымен енді ашып көрейік, бұның ішінде не бар екен? Бұның ішінде кітап бар. Үйден оқуға берілген тапсырма. Не туралы екенін білеміз.
Бірақ мына суретте осы біздің бүгінгі тақырыбымызды ашатын тақырыбымызға қатысы жоқ суреттер де бар. Қай суреттердің қатысы жоқ? Қалай ойлайсыңдар? Тақырыбымызға қатысы жоқ қандай суреттер бар деп ойлайсыңдар? Азамат айта ғой. Менің ойымша бұл жеміс. Жемістің қатысы жоқ. Жақсы, тағы Ағырке. Бұл тақырыптың ішінде торғай қатысты емес. Торғай қатысты емес дейді. Қанағат, сен не қалай ойлайсың? Менің ойымша бұл суретте хан шатырдың қатысы жоқ. Хан шатырдың ешқандай қатысы жоқ. Ал ненің қатысы бар деп ойлаймыз бүгінгі тақырыбымызды? Болжайық. Ағият айта ғой. Табиғат және жақсы. Табиғат пен адам арасындағы қарым-қатынас туралы, ал Қанағат айта ғой. Менің ойымша бұл ақбозат. Ақбозат. Мен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкейдің Тортай мінер ақбозат әңгімесін оқып түсін. Сабақтың мақсаты Оралхан Бөкейдің Тортай мінер ақбозат әңгімесінде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіну. Сонымен балалар, бүгін біз Оралхан Бөкейдің Тортай мінер ақбозат деген әңгімесін талқылайтын боламыз. Қазір мына бейне көрініске назар аударып, оқып отырыңдар. 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген өзіміздің жерлесіміз екен. Анасы Күлия көреген, Ділмар, аузын ашса көмейі көрінетін ашық кісі болған екен. Үнемі топ бастап жүретін, қиыннан қиыстырып өлеңге шығарған екен. Отбасында бір ұл Оралхан және 5 қыз болған екен. Біз қазақ халқына ерен еңбек сіңірген өзіміздің жерлес ақынымыз, жазушымыз Оралхан Бөкей туралы мәлімет алдық. Яғни Оралхан деген аттың өзін әкесі соғыста болғанда анасы Күлия арындап, аман есен оралсын деген атпен қойған екен. Отбасында қанша бала болыпты? 6 бала болыпты, балалар. 5 қыз, 1 ұл бала болған екен. Жақсы. Енді осы бүгін Тортай мінер ақбозат аттан үзінді оқып берейін. Оралхан Бөкей туралы шағында болса мәлімет білдік, бірақ ақпарат көздерінен тағы да Оралхан Бөкейдің шығармашылық жолы туралы білетін боламыз. Бүгінгі сабағымызда Тортай мінер ақбозат әңгімесінен үзінді оқып берейін. Әңгіменің бірінші бөлім оқиғасы туған жер табиғатын суреттеуден басталады. Шілденің ортасы болса да, бұл жер қоңыр салқын, бұлтсыз күндердің тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жаймашуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар, аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Бұл суреттеу арқылы автордың балалық сүйкімді сезіммен өзінің туған жерінің табиғатын тебірене тамашалағанын байқаймыз. Автор аса бір ілтипатпен туған жерін суреттей отырып, әңгіменің кейіпкері жас баланың балғын, балдәуренін сол кездегі, яғни соғыстан кейінгі ауыл тіршілігіне алып келеді. Тортай әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін 14 жастағы бозбала. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар. Балалардың арасында білгіш және басқалардан көп білетін бала еді. Соғыстың
әке шешесіз қалған балалар әр ауылда табылатын. Бас кейіпкер Тортай қиял еліне сапарға шығуға өте қатты құмартатын. Қиял елінен жерге түскен соң Тортай енді түсін айтады. Бала қиялындағы ақ бозатты түсінде көкөгіздің арғымаққа айналып, жер тартып, кісінеп тұрған кейпінде көреді. Тортай жетім бала, бірақ өзі білімге өте құштар. Ертеден қара кешке дейін кітап оқиды. Жазушы, үлкен адам болғысы келеді. Қоғамға айтары бар. Бірақ күндердің күнінде кітаптарын оралханға беріп тұрып, Ораш, осы кітаптарды сен оқышы, үлкен адам бол, жазушы бол деген екен. Күзде жайлаудағы барлық балалар оқуға аттанғанда, тауда бұзау бағып, жалғыз Тортай қалады. Тортай досына кетерінде ең сүйікті кітабын сыйлап тұр. Мен ішінде оқы, бәлкім менің алмаған ақ бозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақ бозатың бар емес пе? Жоқ, сен оқы деп өзің ең сүйікті кітабын береді. Қолы жетпесе де, өмірді, туған жерін, елінің адамдарын сүйді. Қазақ атты ер қанатын абалайды. Жүйрікті, сәйгүлікті өте жоғары бағалайды. Демек, ақ бозат ұлт рухы. Міне балалар, Тортай міне ақ бозаттың мазмұнына шегініс жасап, қанық болдық. Бұл тапсырманы үйде оқуға берген болатынбыз. Бұдан ары шығармашылық тапсырмаларымызды орындайық. Балалар, әңгіменің қысқаша мазмұнымен таныстық. Енді дәптеріміз бен қаламызды алып, мазмұнына талдау жасайық. Жаза қойыңдар. Мына кесте бойынша әңгіменің атауы қандай еді? Автор әңгіменің кім еді? Тақырыбы не туралы? Идеясы? Кейіпкерлері кімдер еді? Оқиға қай кезең суреттейді? Және әңгіме немен аяқталды? Сонымен балалар, орындай алдық па? Жақсы. Онда дәптерге жазғандарыңды мына жауаппен сәйкестендіріңдер. Сендер де жауап осындай ма? Өздерің тексеріңдер. Сен телеме екен балалар? Жақсы. Жақсы. Келесі тапсырмамыз оқулықпен жұмыс. Оқулықтың 78-81 беттерін ашып, сол бойынша кейіпкерлер мінезін іздеп тауып, ауызша айтуға дайындаламыз. Орындай қойыңдар. Беттерді ашып, қандай кейіпкерлер бар? Біздің бұл әңгімемізде екі-ақ кейіпкер бар, негізгі кейіпкерлер, Тортай және Ораш. Енді оқулық бойынша Тортайдың мінезі қандай,Ораштың мінезі қандай? Ал менің ойымда енді өз ойларынан Тортай мен Орашқа мінездеме беретін боласыңдар. Ал балалар, дайын болсақ, мына кесте бойынша жұмыс істеп көрейік. Кім дайын? Ағниет, айта қой. Тортай ақкөңіл, мейірімді, бауырмал, қанағатшыл. Оны тазалық күркені жинап қойғаннан тазалыққа құмар екен байқауға болады. Менің ойымша, досы көппен сыйлас, досы азбен сырлас деген мақал-мәтелде омен сырласуға болады. Себебі ол достыққа берік, адал. Ал Орашқа келсек, ол мейірімді. Достыққа берік, бастықтың баласы болса да кекіремейді, қарапайым. Менің ойымша Ораш мейірімді, себебі ол анасынан тығып, Тортайға өзін нан алып береді. Жақсы. Қалай балалар? Ағниеттің жауабы сендерге ұнады ма? Иә.
Жақсы, онда оған бұл болып шықпады. Жақсы, тағы кім айтқысы келеді? Ал Азамат айта ғой. Тортай ол қой аузынан шөп алмас, жасқаншақ бала. Ал Ораш болса ол досқа адал, фермердің баласын деп ешқашан мақтанбайды. Менің ойымша Тортай негізі зерек бала. Бірақ оның әке-шешесі жоқ болған соң, оның зеректігін ешкім де байқамайды. Егер оның әке-шешесі болса, ол жақсы мектепте оқып, өзі армандаған ақбозатқа мінуші еді. Ораштың үйінде ит басына іркіт төгіліп жатады. Және де Ораш содан Тортайға жаны ашып, оған нан мен ірімшік әкеп береді. Ораш басқа бала сияқты тәкаппарланбай, фермердің баласымын деп кекіреймейді. Және де өзінің досына адал. Қалай балалар, сендерге Азаматтың жауабы ұнады ма? Онда оны бағалайық. Жақсы, рахмет саған. Азамат тағы кім өз ойын айтады? Айзере айта ғой. Тортай ол ақкөңіл, мейірімді, жуас бала. Ал Ораш болса, ол фермердің баласы, мейірімді, ақкөңіл, қарапайым бала. Ол фермердің баласы болса да Тортайға көмектеседі. Жақсы, сенің ойыңша? Менің ойымша Тортай жетім болса да ол ақкөңіл, ол Кітап оқығанды жақсы көреді. Ең сүйіктісі не еді? Кітап оқу. Қанша кітап бар еді оның? Оның аз кітап бар еді. Ол кітаптарын рет оқыған қайталап оқыған екен. Жақсы, отыра ғой. Ал ұнады ма сендерге Айзеренің жауабы? Өте жақсы. Ал Абайке айта ғой. Тортайдың мінезі ол ақкөңіл, мейірімді жан. Ол жуас бала. Ораш ол қарапайым. Әкесі фермер болса да Тортайға көмектесіп жүреді, тамағын алып береді. Менің ойымша Тортай әлі де көп оқыса, ақын немесе жазушы болып кетуші еді. Ол ақкөңіл жан, досына адал. Ораш ол көңілді жүреді. Ол ешқашан Тортайды сатпайды, досына адал. Жақсы. Ал сенің ойыңша Ораштың болашағы қандай болуы мүмкін? Сенің ойыңша? Ол болашағында жақсы адам болушы еді. Мүмкін ол әкесінің жұмысын жалғастырып фермердің ары қарай бастау болып кетуші еді. Мүмкін, балалар? Әбден мүмкін. Жақсы, бұл Ағайкенің ойы. Жақсы. Тортай ол жуас, жетім, жанашыл, досына адал, және оның сүйіктісі кітап оқу. Ал Ораш ол жанашыл, достарына адал, фермердің баласы, және ол мақтаншақ емес. Тортайдың ата-анасы болса, ол кітап оқи беріп өскенде жазушы ақын болушы еді. Ал Ораш әкесінің жолын жалғастырып өскенде бай фермер болушы еді. Және ол өзінің достарының қиындық болса, өзінің достарының жанында табылады. Жақсы, өте жақсы балалар. Жақсы балалар. Көптеген тапсырмалар орындадық бүгін сабақ барысында. Енді өзіміз алдында өтіп кеткен Сайын Мұратбековтың Жусан иісі әңгімесіндегі жетім бала, ертегішіл, ертегіні көп айтатын Аян деген баламен мына бүгінгі өзіміз өткен Тортай мен Ақбозат әңгімесіндегі Тортайды екеуін салыстырып Вен диаграммасына салайық. Содан соң артынан екеуіне тән ортақ қасиеттерді шығарамыз. Ал тездетіп қымшықсы келеді. Ағайын бері алшы. Аянға тән қасиеттер жазамыз, мына жақта қалғанымыз ойланып отырайық.
Жақсы. Аяғы ауырады. Жақсы. Жусанның несін? Жақсы көреді екен. Не деп жазғалы жатырсың? Әкесін сағынады. Әкесін сағынады. Тағы да? Ертегі айтқан жақсы көреді. Жақсы. Ертегішіл деп жазайық. Жақсы болды, бәрін ақ ниет жазып тастау әбден мүмкін емес, сондықтан енді келесі оқушы шығады. Кім шыққысы келеді? Кел, Айзере шық. Жаза қой. Не деп, қандай қасиетті аяғында? Арманшыл. Арманшыл. Үтір қойып жаза қой. Тағы да? Мейірімді. Тағы да? Жетім бала. Тағы да? Үтір қоя қой. Жақсы, әр қарай жалғастырайық. Кім жалғастырайық? Ағайын келе қой. Ақ көңіл. Жақсы. Ақ көңілділігін үтір қоя қой. Тағы да толықтыратымыз бар ма аяңға? Ақ көңіл. Таза бала екен, өте таза жүретін, үсті басын былғамайтын, әжем ренжитін деп айтатын. Солай ма? Достары көп. Достары көп дейді. Оны мына азамат айтып жатыр еді. Достары көп, жанашыр дегенді айтып жатыр міне. Жақсы, ал келесі Тортайға тән қасиеттер. Келе ғой. Жазасың ба, жаза ғой. Не деп жазбақшысың? Еңбекқор. Еңбекқор. Тағы да? Туысқанның үйінде. Жетім бала деп жаза ғой, Жақсы, тағы не ойлап тұрсың? Достыққа беріп. Ең негізгісі, сүйікті ісі. Не еді? Жақсы, келін, азамат жазады. Достыққа беріп. Жақсы, еңбекқор, жетім бала, достыққа беріп, кітап көп оқиды. Бауырмал. Жақсы, жасық дейді. Неге жасық ол? Өйткені неге жасық? Фермердің баласы жасық па? Жоқ. Ал себебі оның қорғаны ата-анасы жоқ. Жуас жаза ғой. Тағы кім жазғысы келеді? Тағы кімде қандай ой бар?
ерекше ой. Құлағым Құлағы мүкіс, жазғың келсе жаза ғой. Жақсы, тағы да кім жазғысы келеді? Жалғастырып, қанағат жазғың келе ме? Келе ғой. Отыра ғой. Енді ойланып отырайық. Екеуіне тән ортақ ерекшеліктер, қасиеттер. Не деп жазбақшысың? Ақбозатқа мінгісі келеді. Ақбозат арманы. Ақбозат арманы. Тасымалдаймыз. Болды ма? Бала болып ойнамайды. Бірақ енді оны жазуға көп уақыт кетеді. Тағы не деп ойлап тұрсың? Арманшыл. Екеуі де ертек айтуды жақсы көретін. Ертектері қалай басталушы еді? Баяғыда бір жетім бала болыпты. Баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталады. Арманшыл. Жақсы, отыра ғой. Ал енді бір сәт ойланып алайық та, екеуіне тән қандай қасиеттер? Екеуі де бір-біріне ұқсай ма? Несімен ұқсайды? Екеуі де жетім бала. Тағы да айтыңдар. Екеуі де арманшыл. Ертегі айтады. Тағы білімге құмар. Екеуі де жұмыс жасайды. Екеуі де таза. Білімге құмар. Тағы да. Таза жүреді. Жақсы, тағы да. Ертегілері бірдей басталады. Ертегілер бірдей басталатына, екеуі де жан дүниесі таза, пәк, арманшыл, көп кітап оқитын. Аянның өзі соғыс кезінде қандай еді? Ең бірінші ағасына хат жазған ауыл балаларының ішіндегі ең бірінші кім еді? Аян болатын. Ал Тортай мектепте оқи алмай қалды. Неге? Өйткені барлық бала күзде таудан мектепке кеткен кезде тауда кім қалып еді ауылда? Тортай. Жалғыз Тортай қалған болады. Ол не істеді? Бұзау бағып жүрді. Оның арманы не еді? Кітап оқып, көп оқып, үлкен жоғары оқу орнында оқып, жазушы болуды армандайды. Тағы не еді арман? Ал несі ақбозат болып кетіп еді? Көк өгізі оның түсінде ақбозатқа айналыпты. Жақсы балалар, осындай екеуіне тән ерекшеліктерді байқадық. Балалар, өте тамаша. Бүгінгі Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат әңгімесін өтті, көптеген тапсырмалар орындадық, мазмұнын білдік, кейіпкерлерімен таныстық, олардың армандарын, мүдделерін білуге тырыстық. Сонымен қазір таушының бағындыру әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Қорытындылау үшін біздің сыныбымызда болашақ арманы журналист болатын азаматымыз бар. Сол азамат енді өзінің сыныптастарына мына сұрақтарды қоя отырып жауап іздейді. Бүгіннен бастап өзінің мамандығының алғашқы баспалдағын аттайды. Балалар, біздегі екі маңызды кейіпкердің бірі Тортайдың арманы не еді? Қара ғой. Сен микрофонға қара ғой. Осыны өзің түсініп тұр, Тортайдың арманы өзінің Ақбозатқа мінуі, және де жазушы ақын болуы. Дұрыс па балалар? Дұрыс айтасың. Жақсы.
Келесі сұрағымыз соғыстан кейінгі балалар мен қазіргі балалардың арасында қандай ұқсастық пен айырмашылықтар бар? Кім жауап береді? Иә. Соғыстан кейінгі кездегі балалар сыртқа шығып, достарымен ойнайды. Қазіргі кезде балалар смартфон ойындарына баса алмайды. Жақсы, дұрыс айтасың. Ұқсастықтары соғыс кездегі балалар мен қазіргі балаларда өз елдің патриоты. Жақсы. Ал келесі сұрағымыз Тортай тәрізді балалар қазіргі кезде кездесе ме? Қалай ойлайсың, қанағатты? Менің ойымша бар, бірақ ондай балалар көп кездеспейді. Өйткені қазіргі балалар телефонға қатты беріліп кеткен. Қазір тоқ заман, соғыс жоқ, Бейбіт заман. Адамдар көп кітап оқымайды, және олар қатты талаптанбайды. Жақсы. Дұрыс айтасың. Ал келесі сұрағымыз Тортайдың арманы неге орындалмады? Айземе. Өйткені Тортайда ақбозат жоқ. Ол тек түсінде көп өзін ақбозатқа айналғанын көрді. Сондықтан оның арманы орындалған жоқ. Тағы неге орындалмады дейміз? Себебі оны оқытатын, қолдайтын ата-анасы болған жоқ. Сондықтан оның өз арманын іске асқан жоқ. Дұрыс па? Иә, дұрыс айтасың. Сіз Тортайдың орнында болсаңыз не істер едіңіз? Бүгінгі күні Тортайдың орнында болсаңыз не істер едіңіз? Мен Тортайдың орнында болсам, алдыма мақсат қойып, сол арманға жетуші едім. Көп оқып, және де ақбоз атқа мінуді арманға жетуді қалаушы едім. Тағы кімде қандай ой бар? Сіз Тортайдың орнында болсаңыз не істер едіңіз? Ал өзің не істер едің, Азамат? Мен егер Тортайдың орнында болсам, өзім алдыма мақсат қойып, сол мақсатқа жетер едім. Және де ол үшін көп еңбектену керек. Көп? Оқу керек екен. Жақсы. Өнерің өрге жүзе берсін, Азамат. Болашақтағы біздің көп оқып, еңбектеніп, журналист болатын азаматымызға ду бол. Балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетуге тақап қалды. Енді бүгінгі кейіпкерлеріміз Тортай мен Орашты біздің ұлдарымыз кішкене көрініс арқылы көрсетсе жақсы болар еді. Ал келе қойыңдар. Кім бізде Тортай, кім бізде Ораш? Мен Тортай, мен Ораш. Жақсы. Ораш, мен мына кітабымды саған сыйға тартамын. Мен үшін де оқы. Бәлкім мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің. Тортай, сенің өз ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көгілдір жазылған. Мен өз ақбозатымды саған сыйға тартамын. Үлкен жазушы бол. Рахмет, досым. Қалай балалар, ұнады ма? Ұнады. Отыра қойыңдар балалар. Міне көрдіңдер ме? Сонымен біз оқымай қалған Тортаймен, оның арманымен таныстық. Ораш жаңағы Оралхан Бөкейдің сол кездегі прототипі еді. Кейіннен ақбозатқа мініп үлкен жазушы болды. Енді күнделіктерін ала қойыңдар балалар, үйге тапсырма. Күнделігімізге жазайық. Ой толғау жазу. Тақырыбы Тортайдың арманы қайтсе орындалады. Қарайық. Тақтада езер кестес тұр. Бұрыннан бері бұл тапсырманы орындап жүрміз. Смартфон арқылы осы кестені толтырып маған жібересіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сау болыңдар.